Ular bilmeyeyim bakar alışkanda. Ортасында işi керек болды. Қазір келетін шығар таппай жүрген шығар. Мгм. Кезекші бар ма екен, айта беріңіздер. Үйге қайтасың ба беріңді дейді. Егер бізге логарифмді өткізгенді сол жерден 22-де 3 ба? 22-де 22-де 5. Я жасадым. Ақи, бүгін ары қарай жалғастырамыз ба, жаңа сабаққа? Eleanor sen sağlıklı bulmadın mı? 23'te 6 мен 5 берілген үйде. Сіз ақсақ басын алып 23'te 7 көрсеткішті дәрежені өтіп отырмыз. Ойланып 23-те 7 үйде шығарып келді ма сонда? Қайсып келгеніздер? Мына шулап жүрген оқушы не отырсын, тыныш болмаса шығып кетсін. Кедергі кетірмейік, өзіміз кешіп кеткен болайық. Қазір көреміз енді. Сіздерге мынандай бір есеп айтайын. Кешіп келген оқушылар тыныш отырайық, иә? Келістік па? 1, 2, 3, 4, 5 цифрларынан 14 оқушы болды. қанша? 14. Таңбалы оқушы. Таңбалы сан оқушы деп қойғанда. Сан құрастыруға болады. Логикалық есеп. Сол именно сол жері берілмей тұр да бұл. Ал берілмеген жағдайда не істейміз деген сұрақ туындайды. Иә. Берілмесе қайталауға болады, значит. 1, 2, 3, 4, 5 цифрлар. 3 таңбалы сан құрастыруға болады. 5. Қанша болады жауабы? 25. Бір мезетте айттыңыздардағы дауыстарыңыз естілген жоқ маған. Жауабы қанша? Қайталанатын болса 125, қайталанбайтын болса 60-тан сұрауға болады. Егер қайталанатын болса, так, 3 ашыққа саламыз, иә? Үйде жалпы 5 сан бар. Бірінші орынға 5 сан. 5. Иә. Ал
қайталанбайтын болса, 5, 4, 3. 60, иә? Жақсы. Келесі. Физика сөзінен қанша мағынасы сөз құрастыруға болады? Қанша мағынасы болса бүгін факторияны айтып шығаруға болады. Физика дегенде бізде физика 6 әріп. 6 фактория болады, бірақ 2 рет қолданылған. Сонда 722-ге бөлсек, бізде 360 шығады. Градус деп жүріп қой, 360. Жақсы. Енді анау мемлекеттік емтиханда мынандай сұрақ келеді ғой. Осы физика сөзіндегі мына и әріпі қатар тұратындай. Мына алдында отырған жігіттер тыныш отырайық, болмаса шығып кетіңіздерші. Бір-бірімізге кедергі жасамайық, мақұл ма? Қатар келетіндей деп жазасыздар. Қанша сөз? Иә? И әріпі қатар келетіндей. Айтады. Тырнақшаның ішінде ма қалай? Тырнақшаның ішінде тұр. Тырнақшаның ішінде ма? Тырнақшаның ішінде ғой енді. Екі и болып келетін жері ғой енді. И әріпі болмаса қатар келетіндей. И әріпі. Екі и ғой енді былай шыққан. И әріпі. Иә, сындандар деп отырмын ғой сол. Енді бұнда ұяшыққа салыстырсаңыздар болады, қиын еш нәрсесі жоқ. Білмейміз деп ешқашан өйтіп айтпаңыздар. Енді қарайық. Физика деген сөзде бізде қанша әріп бар? 6. 6 әріп, иә? Енді мен қазір мынандай ұяшықтарға аламын. 1, 2, 3, міне. Мен 5 ұяшық алдым. Не себепті 5 ұяшық алдым? Қарайық. Мына и деген әріпті мына жерге орналастыруға болады. Болмаса мына жерге орналастыруға болады деген сияқты. Түсінікті ме? Сонда бізде мына и деген әріпіміз екеуі қатар келген кезде екеуі бір-ақ орынға орналасады да. Иә? Сонда не болады? Болды ғой, шығып тұрған. Так, мына жерде қанша әріп бар еді бізде? Қанша әріп бар еді? Оқушылар, 2 и әрпі қатар тұратындай сіздерге подсказка беріп қойдым мен. 5 ұяшыққа саламыз. Ары қарай. Мына ұяшықтарға қандай сандардан орналастырамыз деген сұрақ туындап тұр ғой. Мысалы, мына Ф, З, К, А, е? Солай ғой? Мен дауыс естіліп отырмын сіздерге? Мен дауыс естіліп отыр ма? Оқушылар. Келесі кезекте и деген әріпіміз мына жерге келді.
Келесі кезекте мен яшықпен көрсетіп жатырмын әзірше, бірақ бұны есептеудің өзінің жолы бар. Бесін фактировал. Так, и дегеніміз мына жерге келді. Қатып қатып естіп жатыр. Андай бөлініп естіп жатыр. Бөлініп естіліп жатыр. И дегеніміз мына жерге келді. Ары қарай төрт сегіз. И деген әрпіміз мына жерге келді. Дұрыс па? Сонда не болады екен? Бізде қанша яшық қанша болып тұр? 5 болып тұр ғой яшық. 5 факториалмен есептейсіз. 5 факториалмен, яғни P5. Соны айттым, бесін фактировал. Қанша болады? 120, я? 120 вариант құрастыруға болады. Енді мемлекеттік емтиханда осы екі и қатар тұратын, екі қатар тұрмайтындай етіп деген жаңа тағы да сұрақтар бар. Енді оларды келесі сабақта қарастырайық, өйткені бізде уақыт өтіп жатыр, есептер шығарайық. Бесін факториал. Бір көбейтеміз, екі көбейтеміз. 20 ма? 20. Менде сет ұстамай қапты. Менде сет ұстамай қапты. Кешіріңіздер. Дауысым енді жақсы естіліп тұр ма? Оқушылар? Дауысым естіліп тұр ма, дауысым? Дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Жақсы, 23 деп 5-ші есепке қарайық, онда үйде шығардыңыздар ма бұны? Шығармадыңыздар ма? 23 деп 5-ші есепті үйде шығардыңыздар ма, шығармадыңыздар ма? Алтыша. Алтыша, 23-те алды. Так, бастайық онда. Шығармады. Ага, жақсы. Так. Біріншісі 3 көбейту 2-нің x дәрежесі плюс 2 көбейту 3-нің y дәрежесі тең 12. 2-нің x дәрежесі минус 3-нің y дәрежесі тең минус 1. Я? Берілген осындай ғой. Ал енді қарайық, мына жерден бірдеңе істеуге болады. Яғни 2-нің мен басқа түспен белгілеп қойын. 2-нің x дәрежесін мен a десем, 3-нің y дәрежесін b деп алайын, я? Сонда черновик болатын болса. Так, 3 көбейту a. Тақтада мен дауысым естіліп көрініп тұр ма? Есептер. Аға көрініп тұр, бәрі жақсы. Енді төлеп отырмай тақтаға қарап отырсаңыздар, қазір мен бірісін көрсем, екіншісін өздеріңіз шығарасыздар. Так, a минус b. Так, былай қылайық, мына 2 көбейте салайын. 3a плюс 2b тең 12, мына жерде 2a минус 2b тең минус 2. Қосу тәсілімен шешесі санда болады. Мына жерге бөліп кетеді, мына жерде 5a, мына жерде 10.
А тең 2 болайын деп тұр. Так, осыны аламыз дағыны. Мына бір жерге қоя салайық. Так, не болды осыны? Мына жерге. Сонда 3 көбейту А деген зекке тең, қосылған 2b тең 12. 6 плюс 2b тең 12. 2b тең 6, b тең 3. Ал енді мына жерге қойып шығамыз, иә? Так, 2-нің x дәрежесі А дейді. Жазылайын ерінбей. 2-нің x дәрежесі 2. Яғни, негіздер бірдей болған негіздерді тастап кетеміз. Міне. 3-тің y дәрежесі бізде 3 болып тұр. Ол да бір дәреже қойынды. Негіздер бірдей тастап кетеміз. Y тең 1. Сонда мына есептің жауабы x 1-ге тең, y 1-ге тең. Жауабы 1-де 1, иә? Осы есеп бойынша кері байланыс бере кетіңіздер. Жақсы. Ал екіншісіне тақтаға бар ма? Yazып болдыңдар ма? Болдық па? Иә. Онда екіншісін шығарып маған жауабын айтыңыздар. Негізі ауызша шығарып сызықтап болады, иә? X пен Y-дің орнына мәндерді қойып. Наны немен ауызша шығарсақ та болады ғой. Иә? X пен Y-дің орнына мән бересіңіздер, бұл жауап шығып тұр ғой. Екі. Ана екі саны бір-бірімен азайтқан кезде екі шығады. Сол ана бір екі болған кезде осы екі шығады.
тестте осындай сұрақ келсе жауаптарын қойып қойып шығарып жүрсек болады. Шығару Жабайы себебі. аха. X-іміз 3 болады, Y-іміз 1 болады. Үште бір. Жабайы себебі шығару. Мына жерде орындарына қоятын болсақ, мысалы, 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 4-тің 1 дәрежесі 32-ге тең. 3-тен 1-ді алып тастаймыз, 2-ге тең. Шығып тұр. Ал енді бұл есепті шығарып жолын көрсететін болса, көрейік, иә. Так, не істейміз? Жаңа айнымалы енгізіп алу керек еді оны. X деген Мадияр, A, Y, так. Y дегеніміз B деп алсақ, қалай болар екен? Болмаса, былай алайық. Екінші теңдеуден X-ті тауып алайық. 2 плюс Y болады. X-тің мәні. Осыны алып мына жерге апарып қоямыз. Ең оңай жол осы жол болады. Сонда 2-ның X-тің орнына мен апарып қойдым. X-тің орнына мен қоямын нені? 2-ның плюс Y дәрежесін. 4-тің Y дәрежесі тең 32. Так, мынау бізде олай болатын 2-ның квадраты көбейтілген 2-ның Y дәрежесі. Көбейтілген 4-ті 2-ның 2 дәрежесін Y дәрежеге шығарамыз. Так, 4 көбейтілген 2-ның Y дәрежесі. 4 көбейтілген. Былай алайық. 2-ның 2 Y дәрежесі етіп алайық. Так, негіздер бірде көбейту кезінде мына жерде көбейту 4-ке бөліп тастаймыз. Ерінбей жаза салайын. Сіздерге түсінікті болу үшін. Так, 8. Көбейтілген кезде мынада формула бар еді ғой. А дәрежесі көбейтілген А-ның М дәрежесі дейді. Негіздер бірдей болғанда дәреже көрсеткіштер не сөйтіп қосылатын. Иә, сонда біз мына жерде 2-ның 3 Y дәрежесі болады, қосылып тең 8. 8 дегеніміз 2-ның кубы, негіздер бірдей тастап кетсек болады, сонда 3Y тең 3-ке Y тең 1-ге болып тұр. Осыны аламызды қайда қоямыз? Мына жерге апарып қойсақ, мына жерде X-іміз шығайын деп тұр. X-те 2 көбейтілген, 2 қосылған Y-дің 1-ге тең, демек 3 болып тұр. Демек жауабы X-і 3-ге тең, Y-ге 1-ге тең. Мына жауап шықты. Шықты ма? Түсінікті болды ма мына есептің шығару жолы? Иә. Жылдамдап жазып алайық, сосын 23-те 7 есепті қарайық. Енді біріншісі оңай енді. Екіншісі де оңай екен. Негіздерін бірдей етеміз. Идеяларын айтып кетейін. Арға өздеріңіз шығаратын боласыздар. Тақтан болдық па, тақтан өшірейін ба? Өшірейін ба тақтан? Алло. Так, біріншісінде 4x квадрат минус 2x минус 2 тең 4,1-дің дәрежесінде 2x минус 3. Негіздер бірдей, сондықтан тастап кете салыңыздар. Бірден мыналар теңестіреміз, иә? Дәреже көрсеткіштері. Мына жерден x шығады өзі. Так, екіншісінің идеясы. 4,1-дің дәрежесінде x квадрат минус 2x минус 3. Тең 0,109 ба? Оны бүйтіп жазасақ болады ғой. 0,3-дің несі? Квадрат етіп. Так, тастап кетеміз.
Дәреже көрсеткішті теңестіреміз. Иә? Болды. Қосетін идеясы осымен бітті. Келесі үшіншісі. 2-нің x плюс 2 дәрежесі минус 2-нің x плюс 3 дәрежесі минус 2-нің x плюс 4 дәрежесі барған сайын көтеріліп барады ғой. Тең 5-тің x плюс 1 дәрежесі минус 5-тің x плюс 2 дәрежесі дейді. Ал енді қарайық, мына есепті қалай шығарсақ болады. Былай түріне қарасақ қиынырақ болып келеді, ұбт да келеді осы көрсеткіштік теңдеулерге байланысты есептер. Дауыс естіп отырмын сіздерге. Жаңа мына формуланы пайдаланамыз. Негіздері бірдей болғанда қосылушы еді ғой бізде. Иә? Бізде осы мына түрі беріліп қойғанда соны мына түрге келтір дейді да. Түсінікті ма? Мен тақтаға қарап отырмын, ол үшін көріп отқан жоқпын, әлде өздерің шығарып қойдыңыздар ма? Так, 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2-нің квадраты минус 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі минус 2-нің x дәрежесі көбейтілген 2-нің 4 дәрежесі тең. Оң жағын есептейік. 5-тің x дәрежесі көбейтілген 5-тің 1 дәрежесі минус 5-тің x дәрежесі көбейтілген 5-тің квадраты. Ары қарай цифрлар алдына шығады. 4 көбейту 2-нің x дәрежесі минус 8 көбейту 2-нің x дәрежесі минус 16 көбейтілген 2-нің x дәрежесі дейді. Иә? Оң жағы 5 көбейтілген 5-тің x дәрежесі азайтылған 25 көбейтілген 5-тің x дәрежесі. Ол не болады? Мына жерде түсініксіз болып жатса, былайынан жасайсақ болады. 2-нің x дәрежесін a, 5-тің x дәрежесін b деп алайық. Сонда орындарына қоятын болсақ 4a азайтылған 8a минус 16b тең мына жақта. Бұл босыныз 16a тең мына жақта 5b минус 25b. Міне. Жаңа айнымалыны томақтап қояйық. Так, не болады сонда мына жерде? Мына жерде минус 4, минус 20 болайын деп тұр ғой. Мына жерде минус 20 болады тоже. Екі жағын минус 20-ға бөліп тастайын. Сонда a тең b болайын деп тұр. a-ға b тең. Енді сонда қарап тұрсақ, a-ға b тең дейді. Сонда 2x тең a-ға b-ның мәні тең болып тұр ғой. Екі жағында негіздер екі түрлі болып тұр. Бұл кезде не істейміз деген сұрақ туындайды. Мен мына жерге қызылмен әдемілеп тұрып жазып қояйын. Так, қарайық. Екі жағында мен 5-тің x дәрежесіне бөліп тастайыншы. Екі жағында. Сонда 2-нің x дәрежесі бөлінген 5-тің x дәрежесі тең 5-тің x дәрежесі бөлінген 5-тің x дәрежесі болады, иә? Бізде мына екеуі 5-тен 2-нің x дәрежесі тең бізде мынау қысқарып кетеді, бірді береді. Енді мынау негізі бірдей болу үшін не істейміз? 5-тен 2-нің 0 дәрежесі етіп аламыз. Негіздер бірдей тастап кетеміз, сонда x тең 0 деген жауапты алып тұрмыз. Вот. X-тің жауабын таптық. Енді осыларды алып мына жерге қоямыз. Мына жерге қоямыз. Так. Ол жерге қоймайық, осы жауап түбірі 0 екенін осыдан байқап көруге болады екен ғой. Орнына қойып көресің, мысалы 2-нің 0 дәрежесі тең a дейді. a деген 1 болып тұр. Тексеріп көріп отырмын енді. 5-тің 0 дәрежесі ол b. Яғни b деген 1. Бізде мына шарт орындалып тұр. a-ға b тең дейді. Демек, екеуі де 1-ге тең. Демек, x-тің жауабы 0-ге тең. Мына есептің түбірі 0-ге тең екен.
Орындарына да қойып көрсеңіздер болады. Мына жерге нөл, мына жерге нөл, мына жерге нөл, мына жерге нөл, мына жерге де нөл деп. Екінің екі дәрежесі 4, екінің үш дәрежесі 8, екіден 8 тапсаймыз, 4-тен 8 тапсаймыз, мына 4. Так, мына жерде 4, 2, 16, минус 20. Мына жақта 5-тің бір дәрежесі, азайтылған 5-тің квадраты. Иә, 25, 20, минус 20 тең екен. Мына есеп бойынша кері байланыс бере кетсеңіздер, сонымен келесі есепке ауысайық. Мына бірінші, екінші есептер шықты ма? Есеп бойынша кері байланыс береміз. Мына үшінші есепке не дейсіздер? Мына үшінші есепке не дейсіздер? Мына үшінші есепке. Түсінікті болды ма? Шығару жолы. Мына көбі Шығарықтарды не істеу керек, практика істеу керек. қалай дейді? Тағы бір-екі есеп шығарып үйрену Аха, керек. иә. Енді қарайық, жалпы мынау ұбт-да осы есептер кездесіп жатады негізі көп, мен байқаймынша. Оқушылардың сол кезде мына жерден шатасып қалатын жағдайы бар да. Ойлайды да, мына 2-нің x дәрежесі 5-тің x дәрежесіне қалай тең болуы мүмкін деп өздерің логично ойлаңдаршы. Мысалы 2-нің бір кез келген бір дәрежесі, мына жерде бір. Ол 5-тің қандай дәрежесіне тең болады? Ол бір-ақ жағдайда тең болады екен да. Ол бізде нөлге тең болғанда. Ауызша шығарса болады мына есеп негіз. Өйткені кез келген санның, кез келген әріптің нөл дәрежесі ол бізде нені беретін? Бірді беретін. Иә? Осы жағдай естеріңізде болсын. Бір. Бізде 4 минуттай уақыт бар. Жазылаңдар. Қазір 4-шісін талдап көрейін. Сонымен Қазір жазып алсын. аха, үйге тапсырма беретін боламын. Жазып алыңдар. Негізі ұбт-да көп кездесетін тақырыптардың бірі, осыған байланысты көп есептер кездеседі, 4-5 есеп келеді негізі. ұбт есептерінде мемлекеттік емтиханда да келеді бұл тақырыпқа байланысты. Сондықтан Дулат, математика. меніңше үлгергендеріңіз, үйренгендеріңіз дұрыс болып саналады. Ал. 30. Жазып алыңдар. Бәрін жазып қойдыңдар ма? Жақсы, бәріңіз жазып қойсаңыздар Енді болады. қай бір есеп талдап берейін дейді ғой ағай. Так, 4-шісін қарайық. 4-шісін талдайын. Қараңдаршы 4-шісін. Назар аударыңдар. Так, бұл жерде де солай болады. 3-тің квадраты минус 7-дің x дәрежесі көбейтілген 7-дің квадраты тең 0. Мына 9 болады, 9 алдына шығып кетеді. Мына жерде 49 болады. 7-дің x дәрежесі тең 0. Енді мынаны мен мына бетке өткізіп жіберетін болсам, бір қызық нәрсе болайын деп тұр. Плюс болып өтеді 49-мыз. Көбейтілген 7-дің x дәрежесі бар. Немесе мынаны қалайына жазуға болады. Так, көбейтейік. Мен былайынан аламын деп тұр. 9-дан 49 деп. Екі жағында көбейтейік. Бұнда 9 көбейтілген 9-дан 49 көбейтілген 3-тің x дәрежесі тең 49 көбейтілген 9-дан 49 көбейтілген 7-дің x дәрежесі. 49-ларды қысқартқым келіп еді да мені. Негізі осы жерде сама басты істемей қалды. 49-ның квадратын есептеу шамалы күрделі болып кетейін деп тұр, сондықтан 49-дан 9 көбейте салайын. 9 көбейтілген 49-дан 9 көбейтілген 3-тің x дәрежесі 49 көбейтілген 49-дан 9 көбейтілген 7-дің x дәрежесі.
Так, мына жерде 81, мына жерде 49. Ньютон деп тұрмыз біз. Так, 3-тің x дәрежесі тең. Неге кетті делік? 9 бөлінген 7-дің x дәрежесі. Демек, екі жағын бірдей санға көбейтпей ақ қояйық. Мен тексеріп көрдім. Одан біз өзімізге шамалы ауыртпашылық жасап алады екенбіз. Ал енді мына жерден не істейміз? Бізде мынандай жағдай бар еді ғой. А көбейтілген Б тең С көбейтілген Д. Мына екеуін ішкі мүшелер қоймыз, сыртқы мүшелерін қоймыз. Бізде пропорция әдісімен, бар еді ғой. Так, А, Д. Мүмкін болатын жағдайлардың бәрін қарастырып көру керек те. Мен жаңа екі жағында көбейтіп көрдім, одан шықпайтын білдім да, енді осылайынан алып отырмын. Сонда пропорциясымен шығарып көрейік. Так, бізде уақыт аз қалыпты ғой. Мына екі көбейтіледі, мына екі көбейтіледі ғой. 7-дің x дәрежесі. Иә? 7-дің x дәрежесі, 7-дің дәрежесі деп қойып болады. Не істесек болады бұл жерде?